Барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен жұп-жұмсақ үлпілдеп тұратын медовыйдың рецептімен бөлісетін боламын. Өте түсі әдемі болып шығады, және де балалар үшін өзімізге үйге дайындағанға өте керемет рецепттердің бірі. Сіздер де осы рецептпен жасап қараңыздар, және де жасалу жолы өте оп-оңай. Ең алдымен ыдысымызға 100 грамм қантымызды салып, орта отта осылай ерігенге дейін аздап жаймендеп араластырып тұрып, ертіп алатын боламыз. Бұл біздің медовыйдың түсі әдемі болу үшін қажет болады. Арадан шамамен 4-5 минут өткеннен кейін осылай араластырып біркелкі массаға келтіріп аламыз. Қатты өткізіп жібермеңіздер, яғни қатты қайнатып жіберудің қажеті жоқ. Аздап осылай қанттың барлығы толықтай еріген болса болды. Осылай ергеннен кейін үстіне сары майымызды немесе маргаринімізді саламыз. Және де араластырып, май ерігеннен кейін барып үстіне медымызды саламыз. Және де бір араластырып, үстінен 2 ас қасықта сода саламыз. Және соданың дәмі иісі шықпау үшін үстіне лимон кислотасын немесе лимон суын құясыздар. Міндетті түрде құйыңыздар, сол кезде соданың иісі шықпайтын болады. 2-3 минут қана ұстайсыздар отта, сосын алып суытуға қоясыздар. Басқа бір ыдысымызға жұмыртқаларымызды салып, үстінен баяу жылдамдықта миксерлеп аламыз. Үстіне өлшеніп алған қантымызды аз-аздан қоса отыра миксерлеуді жалғастырамыз. Шамамен 5-6 минут миксерлейсіздер. Жұмыртқа ағарып, өзі қоюласқанға дейін жақсылап миксерлеп аласыздар. Мінекей осылай видеода көрсетілгендей, жұмыртқа ағарып, өзі қоюласады. Сол кезде тоқтатасыздар, және де үстінен жаңағы медымызды, жылыған медті құясыздар. Қатты ыстықтай күйінде құймаңыздар, жұмыртқалар пісіп қалуы мүмкін, сондықтан жылытқандарыңыз дұрыс. Барлығын миксерлеп алғаннан кейін үстіне өлшеніп алған ұнымызды ситаның көмегімен салып, аз-аздан салып араластырып алатын боламыз. Барлығын бірден салып жүрмеңіздер. Аз-аздан салып араластырып отырасыздар. Оның бәрін араластырдық, осындай сұйық масса болады. Енді кезек осылай форманың көмегімен пергамент қағаздарымызды дайындап аламыз. Домалақтарды дайындап алғаннан кейін үстіне 2 ас қасықта массамызды салып, пергамент қағазының дөңгелек формасы бойынша жағып шығамыз. 2 ас қасық жетеді. Менде мұнда 22 сантиметрдегі форманың көмегімен домалақ дайындап алғанмын. 2 ас қасықта осылай барлық жағына теңдетіп жеткізіп жағып шығасыздар. Және де 160 градуста, 150 градуста пісіресіздер. Медовыйдың тесталары тез піседі, қатты градусқа қоймаңыздар. Орта градуста қойсаңыздар, соның өзі жеткілікті. Барлығын осылай 2 ас қасықтан салып дайындап аласыздар. Менде мұнда осы массадан 12 корж шығады, 12-13 корж шығады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай корждарымыз дайын, өте әп-әдемі, біркелкі, және де түсі қанық болып әдемі болып шығады. Енді мұнда кремін дайындайтын боламыз. 200 грамм сливкиге үстіне 40 грамм сахарный пудра және де 1 ас қасықта творожный сыр салып, миксерлеп аламыз. Үстіне мен алдын ала заварной крем дайындап алған болатынмын. Сол заварной кремді бірге араластырып, крем дайындап алатын боламыз. Сіздер, егер сливки жоқ болса, заварной кремнің өзін пайдалансаңыздар да болады. Сливки салуларыңыз міндетті түрде емес.
Креміміз дайын болды. Енді корждарымызды мен шеттерін кішкене тұрлап алдым осылай. Мінекей осылай блендерға салып, екі коржды мен шетіне үстіне уақыттатып сеуіп шығатын боламын. 10 коржды екіге бөліп, 2 пирог жасайтын боламын. Яғни 5-5-тен 2 пирог жасаймын. Қатты биік қылғанды қаламаймын. Сондықтан 2 пирог жасаймын. Сіздер өз қалауларыңызға қарай қаласаңыздар, биік торт жасасаңыздар да болады. Алдын ала осылай 2 коржды блендердің көмегімен майдалап алатын боламыз. Мінекей крошкамыз дайын болды. Енді медовый корждарымызды жинап шығатын боламыз. Осылай форманың ішіне салып, 2 ас қасық крем саламыз. Және де 5 коржды осылай 2 ас қасық креммен жинап шығатын боламыз. Мінекей барлығын осылай жинап алғаннан кейін ең үстіңгі бөлігіне осылай крем жағып, үстіне ситаның көмегімен корждарды сеуіп шығамыз. Ситаның көмегімен сепсеңіздер, әдем болып, біркелкі болып шығады, сондықтан осылай пайдаланамын. Осылай барлығын сеуіп алғаннан кейін формамызды аламыз. Пирогымызды көтеріп, жандарына осылай қолымыздың көмегімен, немесе пышақтың көмегімен өз қалауларыңызға қарай, ыңғайларыңызға қарай жағып шығасыздар. Шеттердің барлығына осылай жағып алғаннан кейін, екінші корждарды дәл солай жаңағыда 2 ас қасықтағы креммен жинап шығасыздар, және үстіне ситаның көмегімен крошкаларды сеуіп шығасыздар. Формасын алып, шеттеріне пышақтың көмегімен крошкаларды жабыстырып тегістеп алатын боламыз. Мінекей пирогтар дайын болды. Үстін өздеріңіз қалауларыңызға әрлейсіздер. Холодильникке 1 түнге немесе 1 сағатқа қойсаңыздар да болады. Ас болсын.